Жас босанған әйелге қандай кеңес бересіз? Өзін таза ұстасын, баласын жақсылап емізсін, әр емізген кезде дұға қылып емізсін. Біздің қазақ халқындағы ұлы дәстүрімізге сіңген балалардың Алланың атын айтып, жаратқанның 99-ын тілге тиек етіп отырып, пайғамбарлардың өмірлерін салып отырып, салған бесік жырлары бар. Сол бесік жырларды айтып отырып балаңызды тәрбиелеңіз. Әр емізгенде дұға қылыңыз. Менің балам дана болады. Менің балам ғалым болады. Менің балам мынау 4 қатын алып бастық болады, президент болады деген керек жоқ. Балам елдің қызметшісі болады. Балам елінің қорғаушысы болады. Қазақ халқының бетке ұстар азаматы болады. Менің ғана балам демеңіз, елдің баласы болады деп тәрбиелеңіз. Сізге керек сол. Бала соған жетсін. Бала сіздік емес. Бала халық үшін туғансыздар сіздер. Ел үшін туады. Ел үшін өмір сүреді. Қазақ баласы ел үшін жан береді. Сондықтан сондай бала керек. Жанатын бала керек.